Украинаны жеңсе, ертең дәл сондай біздің қалаларды, біздің Алматымызды, Астанамызды, Қостанайымызды бомбалауы әбден ықтимал. Путин өз-өзіне қол салады, немесе қасындағылар өздері тұншығып өлтіреді ол оңбағанда. Саяси реформалар болмаса, онда біздің үкімет құрып кетуі де әбден ықтимал. Егер сендердің намыстарың болса, біреулерің сол трибунаға шығып айтыңдаршы, біз өз еркімізбен парламенттан кетуімізді ұсынамыз. Орынбасарлардың бәрін соттады, ал ең бірінші орынбасары мысалға Самат Әбіш нағып ол бостандықта жүр. Достар, бүгін біздің ұлыс сұхбатта қоғам белсендісі журналист Арман Шораев мырза. Қош келдіңіз, Арман мырза. Рахмет. Украинаның соғыс басталғаннан бері қазақстандықтар шырылдап көмектесіп жатыр. Оның ар жақ бер жағында жүрген азамат өзінсіз. Қазіргі күнде қаншалықты көмек жиналды, қандай жұмыстар атқарылып жатыр, қандай да тағы да көмек керек пе? Осы жерде елші мырза болды. Соншалықты шыны керек көзіне жас алып кәдімгідей қазақстандықтарға, қазақ еліне рахмет айтып отыр. Оның басқасында жүрген өзіңіз. Бұл жерде еті тірі, көз ашық қазақтардың түсінігі дұрыс. Бұл жерде Ресей, украиндықтар тек қана Ресеймен соғысып атқан жоқ, өздері үшін. Олар қазақтар үшін де, қазақтың болашағы үшін де соғысып атыр, украиндықтар. Егер украиндықтар жеңсе, мынау сұмырай Путинді жеңсе, онда біздің де болашағымыз жарқын болады. Біз де мынау Ресейдің оңбаған ықпалынан құтыламыз. Сондықтан ризамын халыққа. Міне мыңдаған азаматтар өзінің үлесін қосып жатыр. Дәрі-дәрмек, тағы басқа нәрселерді Украин елшілігіне әкеліп жатыр. Одан бөлек қаржылай шоттарды ашқанбыз. Соған осы күнге дейін уже 50 миллион теңгеден астам ақша түсті. Мысалға, өздеріңіз білесіздер, сол өндеу жасаған арасында біраз мен де алатын біздің азаматтарымыз бар, Марғұлан бар, Мұхтар бар, мен бар, тағы басқа. Өзімізді сол 50 миллионды өз қалтамыздан шығара аламыз. Бірақ та бұл жерде біздің мақсатымыз бүкіл қазақстандықтар қандай екенін түсінетін дедік. Міне, Құдайға шүкір, уже бір 10 мың адамнан асты сондай азаматтардың көмектесіп жатқанын. Және күні түні хабарласып жатыр, біз көмектесейін деп едік, біз үйтейін деп едік, біз тағы пульсикометр, тағы бірдеңелерді қолымыздан келетін аямаймыз деген. Сондықтан айтып отырмын ғой, ең бірінші мақсат бізге сол Украин халқына қол ұшымызды созу. Өйткені бұл жерде агрессия, бұл жерде орыс халқының агрессиясы емес, Украин халқына жасап жатқан. Бұл нақты Путиннің жасап жатқан Украинаға қарсы агрессиясы, бір адамның жасап жатқан агрессиясы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде бүгінгі таңде Ресей жеңілді. Анау Киевті алып жатыр ма, алмай жатыр ма, жеңілді. Өйткені бүкіл әлем Ресейге қарсы тұр. Мынау білесіздер, неше түрлі санкциялар, рубльдары құлдырап жатыр, тағы басқа ештеңе сатып алмайды, кемелері ешқандай шетелде портқа да кіре алмай жатыр деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, осы санкциялардың арқасында және мынау Украин халқының соғысып атқан, өзін аямастай өліп атқандары, сол Путиннің уже жеңіліп атқаны, уже жеңілгенінің дәлелі. Ал сол Путиннің агрессиясы екенін біздің билік түсініп отыр ма қазір? Әрине олар түсініп отыр, олар да Путиннің қан ішер оңбаған екенін түсінеді, бірақ та өкінішке орай бізде 7,5 мың шекарамыз бар. Өздеріңіз білесіздер, жуырда сол әлгі Украинаға нағып қандай мақсатпен кіргенін айтып атқанда, тарихи кішкене өзінің көзқарасын айтып бергенді айтты ғой. Пошли на поводу у националистов, поэтому получили республики такие огромные территории. Ол тек қана украиндықтар туралы ғана айтқан жоқ ол жерде. Біздің алашордалықтар туралы айтты. Біздің қазақ националистердің арқасында сондай Қазақстан үлкен болды деп, ол бізге де кінә тағып отыр. Сондықтан, мысалға, бүгін Украинаны жеңсе, ертең дәл сондай біздің қалаларды, біздің Алматымызды, Астанамызды, Қостанайымызды бомбалауы әбден ықтимал. Сондықтан әлсіретуіміз керек. Бұл оңбаған Путинді қасында қолдап жүрген әлгі ватник сепаратисттарды біз орнына қоюымыз керек.
Сондықтан оның бәрін енді Тоқаев мырза дипломат болған соң әрине өтірік күледі, өтірік қолдайды, бірақ та мен ойлаймын, ішінде қазақ деген жүрегі соғып тұрса, әрине ол Путинді жек көреді. Әр есі дұрыс қазақ, әр есі дұрыс басқа мемлекеттің әлемдегі азаматы Путинді жек көру керек деп ойлаймын. Және ішінде 150 миллион Ресей халқы. Яғни Қасым-Жомарт Тоқаевтың дипломатиялық, өзіңіз осыған дейін де жоғары баға бергенсіз, президенттің дипломатиялық тәжірибесі осы жағдайдан? Әрине, міне қараңыздар, Қазақстан Қырымды Ресейдің бөлшегі ретінде мойындаған жоқ. Неше түрлі әлгі ДНР, ЛНР дегенді мойындаған жоқ. Мынау әлгі шақырып еді біздің әскерилерді жүрейік соғысайық Украинада, одан бас тартты. Сондықтан ол шынымен өте дұрыс шешімдер. Кәдімгі мақтан тұтатын шешімдер деп ойлаймын. Бірақ біз ОДКБ-ға қазір? Мен ойлаймын, осыны көргеннен соң, міне біз неше түрлі әлгі ОДКБ болсын, Таежный союз, Евросоюз дейміз бе, бәрінен біз шығуымыз керек. Шамамыз келгенше. Өйткені көріп отырсыздар, мынау Ресейдің үстіне қойған санкциялардың жаман ықпалы бүкіл қазақстандыққа да міне ортақ болып отыр. Өйткені біздің де мысалға теңгеміз құлдырап жатыр, біздің де экономикамызда қазір бүкіл шикізаттың бағасы өсіп жатыр. Және мысалға ертең мынау Беларусь пен Ресей олар өздерінің шығып жатқан өнімін қайда жібереді? Экспортқа. Тек қана Қазақстан қалды. Ертең мысалға ет болсын, май болсын, сүт болсын, құрылыс материалдары бәрі 2-3 есе арзан бағамен Көкшетауға деппін ғой, Қазақстанға үйіліп төгіледі. Сонда біздің жергілікті өнеркәсіп сала құлайды деген сөз. Оны біз 14-ші жылы мынау Ресей оккупация жасағанда Донбасты уже бір рет басымыздан кешкенбіз. Сондықтан егер соған бәріміз біз тосқауыл қоюымыз керек, ешқандай заттарды кіргізбеуіміз керек. Біз де сондай санкцияға баруымыз керек, егер өзіміздің экономикамызды сақтап қалуымыз келсе. Бірақ білесіз, оның барлығын енді президент айтады, бірақ оның барлығын іске асыратын ол министрлер. Білесіз, үкімет басында отырғандар. Ал сондағы адамдардың санасы қазір дәл осы уақытта азаматтылық, патриоттылығын көрсетіп, есебін тауып, жаңағы кеден союздан шығып, Евразестан шығып кетуге санасы жетеді ме? Әрине жетпейді. Қақ жартысы сол біздің үкіметтің орыс құлдар. Сол Мәскеудің аузына қарап отқан, сол жақтан мүмкін пара алып атқан, сонда ешқандай намысы жоқ, кәдімгідей өкінішке қарай сепаратист ватниктар. Сондықтан мен айттым ғой, мынау осы үкіметпен біздің президентіміз ешқандай бір жөні дұрыс нәрсе істей алмайды. Елімізде жаңағы Z белгісімен көру бәрі айтып жатырмыз. Бұның барлығы бір арнайы жасап жатқан деп. Әрине, бұл кәдімгі біздің ұлттық қауіпсіздігімізге келтіріп жатқан үлкен нұқсан. Сондықтан сондай егер көлікті көрсе, біздің азаматтар, мен де алатын намысы бар қазақтар, сол көліктерді тоқтатып, кәдімгі бейбіт түрде ең бірінші тәртіпке келтіруге сұрау керек. Егер келмесе, егер бас тартса, онда әйнегін сындыруға дейін барсын деп мен мысалға айта аларым, өзім қорықпай. Өйткені бұл жерде бұлар Z деген литераны өзінің әлгі әйнегіне қойып алғандар, олар кәдімгі сепаратисттар, 5-ші колонна. Олар ертең егер Ресейдің оңбаған әскерилер Қазақстанға кіретін болса, дәл солар әлгі ракета ұшатын жерге белгі қоятын азаматтар. Кәдімгі қазақтың жауы, іштен шыққан жау жаман дейді ғой. Міне сондықтан оларды аямау керек. Және мен ойлаймын, Құдайға шүкір, міне кеше тәртіпке келтірді біздің полиция Астанада, Алматыда. Солай тәртіпке келтіруден бөлек, мысалға штрафтан, айыппұлдан бөлек кәдімгідей іс ашып үстінен
5-6 жылға соттау керек сондай азаматтарды. Мынау Талдықорғанда әлгі неше түрлі бұлғау сөздерді айтып жүрген әлгі орыстың әйелін дәл солай кәдімгідей қамау керек. Басқаларға сабақ болу үшін деп ойлаймын. Енді Құдайға шүкір хабарластым мен әртүрлі азаматтармен, соның ішінде ұлттық қауіпсіздік комитетінде істейтін. Олар ол қауіпті түсініп отыр, мойындап отыр. Сондықтан егер ары қарай сондай тәжірибе жол алатын болса, онда сондай шараларға қол жеткізуге дайын олар. Арман мырза, өзіңіз енді медиа саласында, журналистика саласында біраз тәжірибеңіз бар, көз ашық азаматсыз. Қазіргі уақытта ресейлік жаңағы пропаганданы жасап жатқан бақтарды көресіз бе Қазақстанда? Әрине, Спутник Қазақстан деген мекемені мүлдем жауып тастау керек деп ойлаймын. Және жалпы егер біз біртұтас мемлекет боламыз деп ойласақ, болашақта біз бүкіл мынау Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдарын ішінде әлгі ОРТ-сы бар, Россиясы бар, әлгі Russia Today бар, мысалға әлгі Симонян бар, неше түрлі қазақ туралы бұлғау сөздерді айтып жүрген, балағат сөздерді. Соның бәрін біз тоқтатуымыз керек. Біз егер біртұтас мемлекет боламыз десек, ертең біз бір тілде сөйлеуіміз керек. Бүкіл біздің арналарымыз өзіміздің ана қазақ тілімізде болу керек. Егер басқа шетел мемлекеттердің арналары бізде ашыламыз десе, онда өзіміздің ана тілде аша берсін деген сияқты. Ал бүгінгі таңда ресейлік бүкіл ақпараттарды тоқтату керек деп ойлаймын. Бірақ оны тоқтататында енді білесіз, намысшыл азаматтар, иә? Қазір енді біз қаңтар оқиғасынан кейін жаңа Қазақстан құрып жатырмыз дейміз, бірақ жаңа Қазақстанда жасайтын ол жаңа саясаткерлер керек, иә? Мысалға қарағанда. Сіз өзіңіз жаңа Қазақстанға саясатқа оралуға дайынсыз ба? Мен саясаттың ішінде бірнеше жыл жүрмін, Құдайға шүкір. Бүкіл жасап атқан іс-қимылым осы соңғы жылдары 7-8 жыл бәрі саясаттың ішінде деп ойлаймын. Өйткені мен Путин оңбаған деп жүргеніме бүгін ғана емес, кеше ғана емес, 8 жыл болды. Сол кезде мен Путин хуйло деп жүрген кезде, кешірерсіз менің балағат сөзіме, уже 7 жыл болды. Сонда кейбір әлгі біздің билікте жүрген менің достарым маған звондап, Арман, сен айналайын, Путинді жамандамаш, Путин біздің көршіміз ғой, Құдай бере салған. Мен айттым, енді ол қаншер екен, мен болса да айтамын. Міне кеше мен жібердім мынау Харьковты быт-шытын шығарған ракетамен, әлгі өліп атқан балалар, кәриялар деген сияқты солардың видеоларын жібердім. Сол үкіметте жүрген азаматтарға айналайын. Енді не айтасыңдар? Енді кім Путин қаншеремей кім? Я мойындадық деп олар бір ауыздан мойындап жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы осы жарты жылдың ішінде мен ойлаймын, мынау Путин өз-өзіне не қол салады, немесе қасындағылар өздері тұншығып өлтіреді ол оңбағанды. Анау Беларусьтің лидерінде дәл солай. Сондықтан бір жылдың ішінде мен ойлаймын, Ресейдің билігі ауысады. Ресейде кәдімгідей демократия жолымен бір жөні дұрыс, есі дұрыс азаматтар, ешқандай нацмен емес, ешқандай оккупант емес, ешқандай агрессор емес азаматшалар келеді билікке. Өйткені мен бірнеше рет қайталап айттым, Ресейде режим ауыспай, бізде де оң өзгерістер болмайды. Бізде де демократия орын алмайды, өкінішке орай. Ал ресейліктермен біз атом электр станциясын құрамыз деген Сбер келісім шарты. Мамин басқарған үкіметте білесіз сіз. Енді Мамин аузына келген үре берсін. Маминнің үкіметі міне мынау қаңтарға әкелді біздің елімізді деген сияқты. Қазір МАГАТЭ деген үлкен агенттік атом қуатына жауапты санкция салды. Жалпы бүкіл әлемде ешқандай ресейлік атом электростанция салынбасын деп. Ол санкция Қазақстанға да тиесілі. Сондықтан мен ойлаймын, болашақта бізде егер атом электростанциялар болса, онда олар мүмкін әбден, бірақ та оны Ресей өндірмейді біз үшін. Басқа мемлекеттер бар. Қазір білесіздер, мынау бірнеше дамыған елдерде, Америкада, Жапонияда, Францияда мини-АЭС деген жаңадан шыққан реакторлар бар. Олардан мысалға ешқандай экологияға ешқандай қауібі жоқ деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, болашақта егер орын алса, сондай атом электростанциялар болады. Бірақ та ресейлік емес.
Сіз парламентте отырғандардың көбісі басым бөлігі қуыршақтар деп айттыңыз. Оған енді біз бәріміз куә болып жатырмыз. Енді сол парламентті қайтадан парламент кетеді деп ойлаймын. Парламенттің ешқандай авторитеті жоқ. Парламентте отырғандардың кім екенін біз түсіндік. Мынау қаңлы қаңтардың кезінде ешкім үн шығарған жоқ, ешкім бір ауыз сөз айтқан жоқ билікке қарсы. Жалпы сол оқиға біткен соң бәрі айғайлап шыға келді. Ойбай, біз Тоқаевпен біргеміз, Тоқаевты қолдайық деп. Айналайын, сен Тоқаевты емес, сен халықты қолдауың керек. Сен кәдімгі халықтың атынан сөйлейтін азаматсың. Тоқаевтың атынан, Назарбаевтың атынан емес, халықтың өзіңді, егер мысалға сен Ақтөбеден болсаң, сол Ақтөбенің халқының атынан сөйлеуің керек. Сондықтан өз жерде бәрі қуыршақтар. Олар, мен ойлаймын, келесі парламенттің ішінде біреуі де болмайды деп. Кімдер болу керек? Өз жерде кәдімгі демократия жолымен ашық сайлауға түскен азаматтар болу керек. Құдайға шүкір, бізде кейбіреулер айтады, ойбай, бізде ондай азаматтар жоқ. Ондай азаматтар бар бізде. Мысалға мен айтып отырмын ғой, кеше мынау Грузияда кезінде Саакашвили билікке келгенде қаржы министрі қылып 24 жастағы жап-жас баланы қойды. Георгий Цхакая деген. Сол бала Грузияның бюджетін бір жылдың ішінде 3 есе көбейтті. Келесі жылы 11 есе көбейтті. Бізде де сондай қазақтың қара домалақтар бар. Неше түрлі MIT-ді бітірген, неше түрлі Лондонда тағы басқа. Бірақ та ешқандай аға көкелері жоқ. Сондықтан олар отыр. Ешқандай жұмыс таба алмай деген сияқты. Сондықтан бізде жастар бар, Құдайға шүкір. 30-ға, 40-қа жасы жетпеген. Сондай жастарды әкелтіреміз билікке, міндетті түрде. Ал Санжар Боқаевтың намыс қазір әзірше тіркелмеген партиясының парламентте болуына қалай қарайсыз? Мен өте дұрыс қараймын. Сіз қолдап жүрген азаматсыз. Әрине, Санжарды мен азамат, нағыз намысты мен де алатын қазақтардың бірі. Жалпы мен ойлаймын, Санжардан басқа тағы басқа азаматтар бар. Неше түрлі сондай инициативамен шығып жүрген партия ашамыз деген. Сондай Санжар сияқты бір емес, бір ғана Санжар емес, 10-15 Санжар болу керек. Міне сонда саяси бәсекелестік болады, сонда бізді алға тартатын, өзінің намысын нанға айырбастамайтын парламентқа да қол жеткіземіз, үкіметке де қол жеткіземіз. Бірақ сіз байқайсыз ғой, қазірдің өзінде Санжарды қаралау бойынша билік тарапынан ба, әлде басқа күш тарапынан ба бір сигналдар бар? Енді бар. Ол енді әлгі жамандайым десем жалғысымсың, жамандамайым десем жалмауызымсың дейді ғой. Қазақта көре алмаушылық та бар деген сияқты. Және біздің өкінішке орай, мен ойлаған мынау қанды оқиғалардан кейін әлгі неше түрлі нұрботтардан біз айырылып шығармыз деп. Міне өзімнің де жариялап жүрген неше түрлі менің мақалаларымның астында қарасам, сол баяғы нұрботтар қайтадан қаптап кетті астында. Сондықтан менің түсінгенім, бүгінгі біздің билік қайтадан сол оңбағандардың, өткен оңбағандардың жолын қайталап келе жатыр деген сияқты. Сондықтан ақты қара деп, қараны ақ деп жүрген азаматтар, өкінішке орай сатқын азаматтар жоқ емес. Бар неше түрлі блогерлар деген сияқты тағы басқа. Мысалға мынау Кривошеев деген мақтабасты эфирға қойып қойғандары, ол да үлкен саяси қателік. Мысалға Тоқаевтың өзінің әлгі кеудесіне медаль кигізіп атқан деген сияқты. Ол ертең Путин введи войска дейтін оңбағандардың бірі, ертең 5-ші колоннаның алдында жүретін сатқындардың бірі деген сияқты. Сондықтан үкіметтің, білмеймін, осы күнге дейін миы жетпей жатыр сондай оңай шешімдерге, оңай нәрселерге. Мысалға Санжар ертең партия құрса, ертең сол партия жұмыс істесе, тағы басқа, ол қазақ халқы одан неден зардап шегеді? Қай жерден? Мысалы, коррупциямен қалай күресеміз дейді, жемқорлықпен. Жемқорлықпен күресу үшін бізде кәдімгі әділеттік болу керек, бақтың бостандығы болу керек.
И және неше түрлі саяси партиялар болу керек. Тек қана әлгі біздің Нұр Отан деді ме, Аманат деді ме, әйтеуір тек қана биліктің сөзін сөйлейтін ғана партиялар ғана емес. Нұр Отанның Аманат болып шыға келгені қалай? Мен үшін енді бұл жердегі тағы бір қателік Ақордағы идеологтардың. Анау атауы да онша емес, енді заложник дейді ғой орысша, аманат деген. Бұл жерде заложник ешқандай завет емес, ол аманат деген кәдімгі мысалға кезінде әлгі біздің хандар мынау Годуновқа ұлын қызын берген аманатқа деген сияқты. Егер өзінің сөзінен тайып кетсе, әлгі баланың басында алып тастауға баратын жағдай деген сияқты. Сондықтан жалпы мынау Нұр Отан болсын, әлгі және Тоқаевтың әлгі бұрын істеген Нұр Отанда адамдарға рахмет айтып, және оларды қалтыруымыз деген, ол да қателіктің үстіндегі тағы бір қателік. Сондықтан ол партияны халық қолдамайды ешқашан, ол партия кәдімгі саяси бір мерт болған бір нәрсе деп ойлаймын. Яғни басқа партиялар келеді ғой. Әрине келеді, басқа партиялар келеді. Мен мысалға ойлаймын, егер шын мәнісінде мынау саяси реформалар туралы біздің президентіміз айтқаны іске асса, сонда бірнеше партиялар келеді. Ең осал партия сол әлгі аманаттан озып кетеді деп ойлаймын. Сіз осы тура 10 ай бұрын берген сұхбатыңызда жүйе өзгермей, ештеңе өзгермейді деп айтқансыз. Енді қазір жүйе өзгеріп жатқан сияқты, саяси элита өзгеріп жатырсыз. Жүйе өзгерген жоқ, өкінішке орай. Өйткені айтып отырмын ғой, мынау өткен үкімет дәл сол үкімет болып тағайындалды. Өкінішке орай. Мен ойлаймын, мынау қасымызда қазір болып жатқан оқиғалар, олар да сол өзгерістерге тағы біздің билікті тартады деп. Және менің түсінігім, мысалға, егер біздің билік өзгерістер болады деп өзгерістер жасамаса, онда мынау қаңлы қаңтар қайтадан қайталанады. Қайтадан өкінішке орай орын алады. Мүмкін қансыз, бірақ та мен ойлаймын, болса да біздің халық оянды, біздің халық дөрақ емес, оларға тек қана әлгі бір бауырсақ бере салып, үстіне май жағып бергеннен міне бітті, енді осымен ауыздарыңды жабыңдар, ауызбастырық деген ол қателік. Шынымен саяси реформалар болмаса, онда біздің үкімет құрып кетуі де әбден ықтимал. Құрып кетуі мүлдем. Мынау бүкіл әлемнің картасынан, егер өзгерістер болмаса. Бірақ Ақорданың идеологтары менің ойымша түсінетін сияқты, халықпен санасатын уақыттың жеткенін, бұрынғы инструменттердің, бұрынғы тәсілдердің халыққа жүрмейтінін түсінетін сияқты. Емес пе? Қалай ойлайсыз? Бұл жерде көрдіңіз бе? Сол Ақордада болсын, үкіметте болсын, уже бір 20-30 жыл сол коридорда жүрген азаматтар. Басқа ешкімді ол коридорларға кіргізгісі келмейді. Кеткілер келмейді. Өзі түсініп отса да, жүйе өзгергенін онда мойындағысы келмейді. Олар өкінішке орай Қазақстанның патриоттары емес. Олар өзінің жеке басын, өзінің сол креслосын ғана, өзінің қарабасын ойлап жүрген азаматтар, өкінішке орай. Өздеріңіз жариялаған ел болашағының саяси партия болып шығу ықтималдығы бар ғой? Әрине бар. Ол инициативадан тек қана бір емес, бірнеше партия шығу әбден ықтимал. Сондықтан көрерміз енді. Жолдаудан кейін түсінікті болады бәрі. Билікте сіз ЛГБТ-ның өкілдері де бар деп айттыңыз. Енді соншалықты саяси элитадағы білмеймін, енді бір басынғандық па, ол қалай енді, бірақ та менің ойымша қазір оның барлығын ақ-ақ, қара-қара деп, қараны-қара деп айтатын уақыт. Сондықтан да сіз кімдерді атай аласыз? Бірнеше рет айттыңыз. Мен айттым ғой, мысалға міне Мұхтар Жакишев бар. Бұл жігіт тек қана Казатопромда емес, біздің үкіметті де басқара алатын азаматтардың бірі. Сондықтан дәл сондай азаматтар бізде көп. Мысалға Джохар Утебеков бар.
мен ойлаймын, егер бізде реформалар орын алса, ең бірінші сәтте біз мынау сот жүйесін өзгертуіміз керек. Бүкіл судьяларды жұмысынан шығарып, орнына кәдімгі кәсіби адвокаттарды, тәуелсіз адвокаттарды біз қабылдауымыз керек. Сондай Джохар сияқты адвокаттар бізде жоқ емес бар. Жүздеген адвокаттар бар, өзінің намысын сатпайтын, ешқандай параны алмайтын деген сияқты. Одан қоса біздің мыңдаған азаматтарымыз бар. Мен мысалға жуырда қуандым, Санжар Жаркешев деген азамат Украинада әлгі Укрнафта деген, Укргаз дегенде бірінші орынбасар болып жүрген азаматты мынау бізге Казахгазға бастық болып әкелді. Осыдан 2,5 жыл бұрын ол жігітті вице-министр болып экология министрлігінде келді ғой, білесіз ғой өзіңіз, де. Сонда жұмыс істетпеді ғой ол балаға. Өйткені ол жерде Күлебаевтың мүддесі болды, Пәленшеевтің мүддесі болды деген сияқты жұмыс істетпеді. А ол жігіт мысалға өздеріңіз білесіздер, мынау Гиннес кітабының рекордына енген ең әлемде ең үлкен скважинаны қазған жап-жас жігіт, ол кезде 30-ға да толмаған азамат. Міне, сондай азаматтар бар бізде. Сондай азаматтарды билікке әкелу керек. Міне, не бары жасы қателеспесем 35-те. Міне, сондай азаматтар бізде көп. Немесе мысалға мынау біздің Сәуле Омарова деген, білесіздер, жуырда анау Америкада, ақш-та әлгі бүкіл банктерді қарамағына қадағалайтын бір үлкен мекемеге басшы қылып Джо Байден бір кандидат ретінде ұсынды. Неге біз сол Сәуле Омарованы өзімізге әкеліп, біздің ұлттық банктың бастығы қылып қоймаймыз? Неге? Қоя аламыз. Сондай бізде шетелде де жүрген, мен де алатын қазақтың қыздары да бар, ұлдары да бар. Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, егер Тоқаев мырзаның әлгі скамейка запасных дейді ғой, өте қысқа болса, Құдайға шүкір, бізде мен өзім бір 20 азаматшаланы ұсынар едім. Өзім жоқпын ол тізімде, маған ешқандай билік керек емес. Жаңағы Санжардың әңгімесін мен есіме түсірдім. Сол уақытта кетіп бара жатқанда мен айтамын, Санжар, сен неге кетіп бара жатырсың? Сенде азаматтар керек қой деп мен сонда айтамын. Сонда білесіз бе? Сол 1-2 апта бұрын ол мәжілісте Нығматуллиннің мәжіліс отырысында болып қайтты. Сонда кәдімгідей мен байқағаным, көп сондай бір жас азаматтар келеді билікке. И мәжіліске келеді да Нығматуллиннан жаңа білесіз қандай саяси спектакльдеріне қатысып, кәдімгідей беттері қайтып, кәдімгідей басып тастаған уақыттар болды. Мен бірнеше азаматтарды білемін былай қарағанда. Енді Нығматуллинсіз қазіргі парламент Қошановқа деген көзқарасыңыз қандай? Мен айттым ғой, тек қана Нигматуллин емес, отставкаға кететін. Бүкіл парламент отставкаға кету керек. Мен әлгі Нуров дейме, әлгі бір Қанат Ильич Нуровқа жазғам, айналайын, енді сендер өздеріңе қол салыңдыршы, сен шығып айтшы, айналайындар, бізде мынау қаңлы қантарға да бізде кінәміз бар. Бәріміз тарайық, бәріміз кезінде әлгі Нұрбах Рустамов айтты ғой, мы тормоз реформ, мы должны подать в отставку деген сияқты. Бәрі қолдады ғой, дәл солай біреу, неге біреу шықпайды? Айдос бар, Сарым, Берік Әбдіғали бар, мынау біздің әлгі Саясат Нұрбек бар жуырда. Айналайындар, егер сендердің намыстарың болса, біреулерің сол трибунаға шығып айтыңдаршы, біз өз еркімізбен парламенттан кетуімізді ұсынамыз. Аманат болсын, әлгі Амотан болсын, Нұр Отан болсын, біз, мысалға, бізді кінәліміз деп сондай бір үндеу шығарып, парламентті таратыңдар, айналайындар. Арғарай бұлай болмайды, деп айта алар едім. Оны айтып түсінудің үшін менің ойымша бір саяси воля керек қой, кәдімгідей ондай. Бізде мысалы мен байқағаным, бізде көбінесе үкіметке өте ыңғайлы сондай бір қолшоқпар министрлерді жинап алған үкімет болып кетті соңғы уақытта. Мысал қарағанда жаңағы Утильсборға қатысты өзіңіз көрдіңіз, барлығы қазір аспаннан жаңа түскенде таңғалып жатыр. Оның бір күнде жасалған дүние емес қой былай қарағанда. Мысалы мен білемін, Мусиннің мысалы Сберға қатысты пікірі, сделкасына қатысты Сберға пікірі басқаша
болды ма деген үміттемін да. Мысалы қазірдің өзінде мысалы Мусиннің саяси жаңағы еріктілігі жетеді ғой Сберға байланысты келісімшартты бұзуға? Мен білбеймін. Мен Мусинға да айтқам, Маминға да айтқам. Егер сендер сол Сбермен сделкаға барсаңдар, сендер кәдімгі біздің ұлттың сатқыны болып кәдімгі ертең трибуналға ілігесіңдер деп. Сол айтқан сөзімді қайталап айтамын. Егер ертең Бағдат Мусин мырза сол сделканы қайтадан сүйрелей берсе, әрі қарай мен үшін кәдімгі қазақтың жауы, кәдімгі сатқын болып саналады. Қанды қаңтар оқиғасынан кейін бірнеше шенеуніктерді білесіз кетіп жатыр, отырғызып жатыр, жауып жатыр. Ал әкімдерге қатысты мысалы ешқандай шешім қабылданбады. Мысалы Сағынтаевқа қатысты әртүрлі теория бар. Мысалы менің ақпаратым бойынша ол мүлдем 5-6-сы 4-інде Алматыда болмаған, мысалы Таразда болған деген ақпарат бар бізде. Сіз қалай ойлайсыз, сондай бір ешқандай әрекет жасамаған, халықтың алдына келіп екі сөздің басын қосып халыққа басу айтпаған, қазір барлығы террорист, барлығы сондай бір жаңағы нашақор болды, шықты деп айтуға болмайды ғой, қара жауға. Мысалы тағы да бір әкім шықпады. Мен осылай болды, мен беремін, басқа адам келсін деп. Жоқ, енді әкімдердің арасында шыққандар да бар. Бар, иә. Мысалға мынау Қанат Бозымбаев шықты, боғауыз балағат сөз айтса да, бірақ та қорықпай халықтың алдына шықты. Дәл солай мынау Ақтөбе қаласының әкімі шықты. Өзі мен енді Қазақ күрес федерациясын бірнеше жыл басқардым ғой, ол да сол спортқа жақын жігіт. Сондықтан қорықпай шыққан әкімдер бар, Құдайға шүкір. Міне сондай әкімдерге ризамын. Ал Сағынтаев сияқты тағы басқа, бұл ненің дәлелі? Бізде 90% шыққан жоқ әкімдердің, қорқып, өзінің сол кресло үшін, өзінің жаны үшін деген сияқты. Міне қарап отырсыздар, қазір Киевта әлгі Кличко күн сайын бірнеше үндеу шығып, қолына қару ұстап, өзінің қаласын қорғап жатыр. Өйткені неде? Дәл солай басқаларда, бүкіл әлгі Сумы, Херсон, Харьков, тағы басқа облыстардың әкімдері автомат ұстап, өзінің қаласын қорғап жүр. Өйткені олар кәдімгі сайлау арқылы сол билікке, сол әкім болып, мэр болып тағайындалған азаматтар. Сондықтан мен ойлаймын, бізде бұл жүйені біз өзгертуіміз керек. Бүгін міне Тоқаев мырза айтып отыр, бізде бүкіл аудан әкімдерін тікелей сайлаумен біз сайлаймыз деген сияқты. Мен ойлаймын, тек қана аудан әкімдерін ғана емес, облыс әкімдерінде сайлау керек деп болашақта. Ал қаңтарда сіз Алматыда болдыңыз ба? Қайда болдыңыз? Қаңтарда мен болған жоқпын Алматыда, өкінішке орай. Өйткені қаңтар оқиғасының алдында менің Өзбекстанда, Ферганада жан досым қайтып кеткен. Өзбек жігіті Мухиддин Хакулов деген ол әскери борышымызды бірге сол Киев қаласында, Украинада атқарғанбыз. Сол жігіт өкінішке орай цирроз печени болып 24 қараша күні қайтты. Сол кезде мен жерлеуіне қатыса алмадым, өйткені өзім ковидпен ауырып жатып қалғамда. Сосын 4 қаңтар Ферганада 40 болады деген соң, біз алдын ала желтоқсан айында мен бар, әйелім бар, кенже ұлым бар, тағы бір досым бар, әскери борышымызды бірге атқарған Мейрам деген екібастұздан билет алып, қаңтардың 3-і біз Ташкентке ұшып кеттік. Сосын ары қарай Ферганаға бардық перевал арқылы, ол жерде интернет та істемейді деген сияқты. Сондықтан қаңтар кезінде мен тек қана Ташкентте емес, Ташкенттен 300 шақырым жер әлгі Ферганада болдым, өкінішке қарай. Өйткені Алматыда мен сол кезде 3 балам қалды. Алтын қызым, 2 ұлым үлкен деген сияқты. Сондықтан мен де әрине зардап шектім, менің де шашым ағарды. Өйткені қасында мен болсам, енді кішкене басқаша болар еді деген сияқты. Сондықтан және ешқандай интернет істемеді деген сияқты, байланыс жоқ. Жалпы кетерде мен жазып жібердім менің өзімнің жерлерімде. Ол кезде тек қана мынау Жаңаөзен шыққанда, жаңаөзендіктер, жалпы батыстың қазақтары, сендер нағыз батырсыңдар, мен сендерді қолдаймын деп.
ары қарай да мысалға мынаның бәрін естіген соң мен мысалға мен бармын әлгі Тоқаев мырза ОДКБ-ны шақырғанда мен өзімнің қарсылығымды білдірдім. Бұл дұрыс емес. Бұл ертең бізді бұдан да зор жаман бір оқиғаларға ұшыратуы мүмкін деген сияқты. Міне айтқаным келді, өйткені міне Ресей қазір сұрап жатыр, айналайындар, біз сендерді құтқардық, енді сендер келіп мына украиндармен бізбен бірге соғысыңдар деген сияқты. Әрине дұрыс емес қой. Сол қанды қаңтарда мысалы арандатушылар болды, Дикий Арман мысалы халық еріп кетті, оның артында бір сол Дикий Арманнан да мысалы бір халықтың бір образы, мүмкін халықтың психологиясы ма, сондай бір батырларға жасанды батыр емес, кәдімгідей шынайы батырлар керек қой былай қарағанда. Әрине, ол да біздің идеологиямыздың шалағайлығы, біздің идеологиямыздың әлсіреуі. Мысалға мен кезінде мынау Қазақстан барысы деген жобаны қолға алғанда, анау ешқандай ол кезде әлгі рухани жаңғыру деген бағдарлама болған жоқ. Мен ойлағам, міне бізде Қазақстан барысы атанған азаматтар, олар кәдімгі біздің еліміздің батырлары болып саналады. Сол мысалға айтқаным келді. Құдайға шүкір, мынау Айбек болсын, Нұғымаров, Бейбіт болсын, біздің Ыстыбаев, тағы басқа біздің Қазақстан барыстары беделдері зор, әр еліміздің түкпіріне барса танымал азаматтар деген сияқты. Сондықтан менімше жалпы айтып отырмын ғой, бізде өкінішке орай идеология саласында өте бір үлкен пробелдар бар, өте бір шалғайлықтар бар. Сондықтан соның кесірінен неше түрлі мынау жаңа өзіңіз айтқан әлгі дикилар, тағы басқалар орын алып отыр. Мысалы, сол Дикий Арманның қасында жүрген Қайрат Құдайберген, Алматы қаласы мәслихатының депутаты, әлі күнге дейін ешқандай жауапкершілікке таратылған жоқ. Ол білмеймін, халықтың алдындағы ол бір ойын емес қой былай қарағанда. Жауапкершілік деген болу керек па? Болу керек. Бұл жерде міне осы күнге дейін белгісіз Масимовтың не істегені, тағы қасындағы жүрген әлгі орынбасарлардың бәрін соттады, ал ең бірінші орынбасары мысалға Самат Әбіш нағып ол бостандықта жүр. Тағы басқалар. Бүгін мысалға біздің ағамыз Олжас Омарыч шықты, болдың бәрі әлгі заговор Шапроштинского клана деген сияқты. Ол да мысалға бір үлкен не ғой, қиын егер қателеспесе деген сияқты. Сондықтан бұл жерде кәдімгі өзіңіздің қойып отқан сұрақтарыңызға, халықтың арасында жүрген әңгімеге жауаптарды қазір беру керек деп ойлаймын. Біздің мысалға шенділер, погондылар. Өкінішке орай, мен де сіздің сұрақтарыңызға қазір нақты жауаптарды айта алмаймын. Енді әр қазағым жалғызым деп жүрген азаматсыз, дәл қазіргі уақытта мысалы азапталып жатқан азаматтар бар, көріп жатырсыз, мысалы оларға да жауапкершілік тарту керек сияқты менің ойымша. Сіз бұл азапталған азаматтардың фактілерімен танысқан жоқсыз ба? Неге танысқан жоқпын? Мен біздің Бақытжан Төрегожина қарындасымызбен бірнеше рет кездестім. Оның әлгі жасаған тізімін де көрдім деген сияқты. Және талапта қойылды. Білесіздер, жаңағы біздің ел болашағы деген азаматтық инициативаның ең бірінші үндеуі, ол соның ішінде бүкіл мынау біздің ешқандай кінәсіз зардап шеккен азаматтарды әлгі өтектеген, тағы неше түрлі оңбағандық жасаған полиция, КНБ қызметкерлерін қатаң жазалау. Сондықтан міне Құдайға шүкір бүгін бе кеше ме бір әлгі сол жігітті өтектеген Азамат Батырбаевты, Азамат Батырбаевты өтектеген полицияды тұтқынға алды дегенді естідім. Сондықтан менімше үкімет біздің үндеуімізді естіді. Сол үндеуде тек қана бір ғана біздің талабым емес, 10 талабымыз бар. Мен ойлаймын, сол 10 талаптың 9-ы орындалса, онда біздің елімізде шынымен өзгерістер, реформалар жол алды деп санауға болады деп ойлаймын. Ол бірінші міне жақсы, жағымды жаңалықтардың бірі. Жалпы мен ойлаймын, бұл жерде де бізде МВД-де дәл солай кезінде Саакашвилидің тәжірибесін алып, бүкіл қызметкерлерін жұмыстан шығарып, қайтадан намысын нанға сатпайтын,
бізде құдайға шүкір юристтар аз емес бар, соларды қайтадан құрастыруымыз керек. Және мен ойлаймын, неше түрлі әлгі Нацгвардия дейді, тағы басқа бізде жасанды неше түрлі кәдімгі әскерилер бар, өзінің халқына қарсы оқ ата алатын, өтектейтін, солардың бәрін біз құртуымыз керек. Бізде мысалыға әлем бойынша біз 5-ші орындамыз ба, 6-ші орындамыз ба әлгі полицейлердің санынан, жалпы әлгі неше түрлі силовиктардың санынан. Соны біз 3 есе азайтуымыз керек. Керісінше біздің әскериіміздің санын 2-3 есе көбейтуіміз керек. Өйткені бізде қасымызда міне көзіміз жетті, агрессор бар, Ресей деген, Путин бар қаншер. Соған қарсы тұра алатын бізде әскерлеріміз болу керек. Және мен ойлаймын, мысалға жуырда қайтадан әлгі Ресейге барып, неше түрлі әлгі келісімдерге қол қойды ғой, әскери училищелерді Ресейге апарамыз деп. Бір қазақты Ресейдің әскери училищесіне апаруға болмайды. Міне көріп отырмыз ғой, кішкентай ғана Украинадан таяқ жеп отыр олар. Міне бір жұмадан асты, ешқандай блицкриг болған жоқ. 2 күнде мен қиратам, бүйтем деген Ресей армиясы міне қалып отыр. Көріп отырсыздар. Кішкентай ғана Украин халқы күл-паршасын шығарып жатыр, бүкіл Ресейдің халқын. Дәл солай мысалға кезінде кішкентай ғана фин халқы СССР-ді таяқ жегізген деген сияқты. Дәл солай Шешенстанда білесіздер, міне қаншама жыл кішкентай ғана шешен халқы Ресеймен соғысты. Сол сияқты, сондықтан біздің әскерилерді біз ешқашан Ресейде емес, міне Түркияда, Украинада, Финляндияда, Грузияда сондай әскери училищелерді оқытуымыз керек. Міне сонда жөн болады. Әзербайжанда, міне білесіздер, былтырғандай көрдік қой, анау Қарабақты таулы 30 күннің ішінде өзіне қайтадан басып, өзінің туған жерлерін, ана жерлерін қайтарып алды Әзербайжанда. Сондықтан біздің әскерлер сол Түркия, Әзербайжан, жалпы НАТО мемлекеттерінде оқыту керек деп ойлаймын. Егер біз болашақты ойласақ, егер біз өзіміздің қауіпсіздігімізді ойласақ. Ел болашағы деп шырылдап жүрген ниетіңізге рахмет. Сізге алғыс тілейміз. Уақытты бөліп келгеніңізге көп рахмет. Арнаға жазылып пікір білдіріңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды.